6 ғасырдың басында бүгінгі қазақ жерінде аса күрделі бетбұрыстар орын алды. Алтай, Сібір, Моңғолия жеріндегі түрік тайпалары бірігіп, әскер күшіне сенген түрік қағанат атты империя пайда болды. Қағанаттың жері Моңғолияның шығысынан бастап Еуропадағы Қырым түбегіне дейін созылып жатты. Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видео адамзат тарихындағы ең үлкен мемлекеттердің бірі түрік қағанат жайлы болмақ. Түрік атауына келетін болсақ, түрік сөзі алғаш рет 542 жылы Қытай жазбаларында кездеседі. Моңғолша тау сияқты дулыға дегенді білдіреді. Қытайлар түріктерді Тюдзуэ деп атаса, византиялықтар мен арабтар түрік деп атаған. Қытайлар түріктерді ғұндардың ұрпағы деп санаған. Түрік қағанаты құрылмастан бұрын Моңғолия жерінде Жужан қағанаты өмір сүрді. Жужандар батыста эфталиттермен соғысса, шығыста қытайлық Вэй империясына қарсы соғыс жүргізді. 5 ғасырдың ортасына қарай Вэй империясы күшейіп, Жужандарды өзіне бағынышты қылды. Бірақ 535 жылы Вэй империясы ішкі қақтығыстардың кесірінен екіге бөлініп, бұл өз кезегінде Жужандардың күшеюіне алып келді. Ал Жужандардың жойылуына себеп болған күш мүлде басқа жақтан келді. Осы уақытта Алтайда Ашина тайпалары өмір сүрді. Олар Жужандарға бағынышты еді. Металл өңдеумен, қару-жарақ жасаумен айналысты. Ашина сөзінің мағынасы киелі қасқыр дегенді білдіреді. Түркі халықтарында қасқыр қасиетті жануар саналды. Ашина руының шығуына байланысты мынадай аңыз бар. Ежелгі түрік тайпалары жауларының шабуылынан кейін қырылып қалған. Әбден азапталған 10 жасар бала ғана тірі қалады. Оны қасқыр құтқарып қоректендіреді. Әлгі қасқыр оған әйел болып, 10 баланы дүниеге келтіреді-міс. Сондықтан қасқыр түркі халықтарында қасиетті хайуанға жатады. Оның Ашина атты немересі жаңа тайпаның көсемі болып, оған өз атын беріпті-міс. Сонымен Жужандар шығыс Вэй империясымен одақ құрады. Ал батыс Вэй империясы Ашина руының көсемі Бумынға өз қызын беріп, онымен жасырын одақ құрады. Ең алдымен түріктер 546 жылы Алтайды мекен еткен Теле тайпасын талқандап, Жужандарға өз адалдығын көрсетеді. Сосын Жужандарға қарсы бас көтере бастайды. Бумын Жужан қаған Анағұйға соғыс ашудың жолын іздей бастайды. Ол үшін Бумын Анағұй қағаннан қызын әйелдікке беруін сұрайды. Оны естіген Анағұй қаған ашуланып, менің есігімде темір балықтап жүрген құлдың қызымды сұрауға қалай дәті барды деп Бумынды кемсітеді. Бумынның да күткен жауабы осы еді. Ол жәбірленуші ретінде Жужан қағанына соғыс ашады. Сонымен Жужандардың қол астынан шығып, тәуелсіздік алу үшін соғысады. 552 жылы Жужан қағанатын тас талқан қылып жеңеді. Қол астында құлдарына масқара болып жеңілген Анағұй қаған намысқа шыдамай өз-өзін өлтіреді. Осы жеңістен кейін Бумын елхан атанады. Мағынасы халықтардың патшасы дегенді білдіреді. Бірақ Бумын ұзаққа бармай сол жылы қайтыс болады. Оның орнына 552 жылы оның ұлы Қараеске отырады. Бірақ 553 жылы ұзаққа бармай жұмбақ жағдайда қайтыс болады. Оның орнына інісі Мұқан таққа отырады. Мұқан қаған Жужандарды мүлде бас көтерместей етіп жеңеді. Осы кезден бастап түріктер ұлы даланың шығыстағы жалғыз қожасына айналады. Мұқан қаған 20 жылдай қаған болады. Бұл кезде екі бөлікке бөлінген Қытай елінің билеушілері де Мұханға қымбат сый-сияпат жасап, өз жақтарына тартуға әрекет жасайды. Және де Қытай империялары да түріктерге салық төлеп отырады. Осыдан кейін түріктер билігін батысқа жүргізе бастайды. Батысқа жорықты 100 000 адамнан тұратын әскермен Бумын қағанның інісі Естемі бастайды. Сонымен Естемі бастаған түріктердің әскері 555 жылы ешбір тегеурінді қарсылық көрмей Арал теңізіне дейін жетеді. Аз уақыт ішінде Қытайдан Амударияға дейінгі, Ташкенттен Сырдарияға дейінгі аралықты жаулап алады. Бірақ Орта Азияның дәл ортасында орналасқан эфталиттерден үлкен қарсылық көріп, жорықты кейінге қалдырады. Түріктер эфталиттерді жеңу үшін Иран жеріндегі Сасаниттер мемлекетімен одақ құрады. Себебі Сасаниттер де эфталиттермен жиі қақтығысып тұрады. Сонымен Сасаниттер мен түріктер одақтасып, эфталиттерге соғыс ашады. Эфталиттер екі жақтан жасалған шабуылдарға қарсылық көрсете алмай жеңіледі. Шешуші шайқас 565 жылы қазіргі Өзбекстанның Қашы қаласының маңында болады. Осыдан кейін эфталиттер мемлекеті өмір сүруін тоқтатты. Олардың жерін түріктер мен сасаниттер бөліп алды. Эфталиттердің мемлекеті құлаған соң түріктер оңтүстікте Амудария өзеніне дейінгі, батыста Волга өзеніне дейінгі аралықты басқарды. Ұлы жібек жолының негізгі тармақтары түрік қағанаты арқылы Иран жеріне одан әрі Византияға дейін жетеді. Түріктер осы жібек матасы арқылы үлкен табыс табатын еді. Оларға оны батысқа сату өте тиімді болады. Бірақ сасаниттерге ол ұнамады. Жібек Иран жері арқылы Византияға баратын, ал Византия оларды одан әрі Еуропа елдеріне сатып жақсы пайда табады. Ол Византияның күшеюіне алып келеді. Сасаниттер Византиямен жиі соғысып тұратындықтан оларға Византияның дамуы тиімсіз еді. Сол үшін жібек матасының саудасын барынша азайтуға тырысты. Түріктер жібекті Византияға жеткізудің жаңа жолдарын іздей бастайды. Сол үшін 571 жылы түріктердің қолбасшысы Естемі солтүстік Кавказды басып алып, Керчь бұғазына дейін жетіп, Қырым түбегінде басып алады. Осының нәтижесінде түрік қағанаты ұлы жібек жолының барлық маңызды бөліктерін бақылауға алды. Бұл түрік бекзаттарына үлкен пайда алып келді. Алайда түрік қағанатының қуаты көп кешікпей әлсірей бастады. Түрік қағанатының құлауының өз себептері бар еді. Біріншіден 581 жылы Тобо қаған қайтыс болып, Ашина руының ішінде талас басталады.
Екіншіден, бөлшектенген Қытай сол кезде Суй әулетінің қол астына бірігіп нығаяды, түрік мемлекетіне қауіп төндіреді. Өзара қырқыстар қағанатты әбден әлсіретіп, 588 жылы Герат түбінде түріктер Ираннан жеңіліс тапса, 590 жылы Византия Босфорды қайта жаулап алады. 581-618 жылдары солтүстік Қытайдың қағанат шекараларына шабуыл жасауы одан бетер әлсіретіп, 603 жылы түрік қағанатының батыс және шығыс болып екіге бөлінуіне алып келеді. Батыс түрік қағанаты ертедегі Үйсін жерінде қоныстанды, яғни Қаратаудың шығыс беткейінен Жоңғарияға дейінгі алқапты алды және түрік қағанатының батыста жаулап алған иеліктерін алды. Мемлекеттің қысқа астанасы Шу аймағына жақын Суяб қаласында болса, жазғы ордасы Талас өзеніне жақын Мыңбұлақ жерінде еді. Батыс түрік қағанатының өркендеу даму кезеңі Шигу мен Тон қағандардың билік еткен тұсына сәйкес келді. Шигу қаған мемлекеттің шекарасын Алтайға дейін, ал батыстағы шекарасын Тарым өзені мен Памир тауларына дейін жеткізді. Ал Тон қаған билік еткен тұста қағанаттың батыстағы ықпалын күшейту мақсатында жорықтар жасалды. Ол Иран мен Византия сияқты ірі мемлекеттердің арасындағы жағдайды бақылап отырды. Екі ел арасында қақтығыс туса, одақтасы Византияға көмек беруге дайын тұрды. 627-628 жылдары Тон қаған Византия мен Кавказға жасаған жорықтарға тікелей өзі қатысты. Түріктер Дербент пен Тифлисті басып алып, мол олжаға кенелді. 630 жылы Тон қаған қайтыс болғаннан кейін алуан түрлі тайпалар арасында билік үшін тартыс басталады. Әсіресе Дулу мен Нушиби тайпалар арасындағы тартыс 27 жылға созылып, қағанатты мүлдем әлсіретеді. Мұны көріп біліп отырған қытайлар 659 жылы Жетісуға басып кіреді. Ешпар қаған қолға түсіп қайтыс болады. Қағанат тәуелсіздігінен айырылады. Шығыс түрік қағанатта қиын жағдайда еді. Қытайдың Суй патшалығының орнына Таң әулеті келіп, сол кездегі түрік билеушісі Елі қаған Таң империясына қарсы жорықтар ұйымдастырады. Жорықтары сәтті болғанымен түріктердің өздерін қатты қажытып жібереді. Сосын елде Елі қағанға қарсы көтерілістер басталады. Қағанның көтерілісшілерді басу әрекеті нәтиже бермейді. Себебі көтерілісті Таң патшалығының өзі қолдаған еді. Соғыстардың бірінде Елі қаған қытайларға тұтқынға түсіп, қаза табады. Басшыдан айырылған түрік халқының бір бөлігі Қытайды мойындаса, келесі бөлігі батыс түрік қағанатына көшіп кетеді. Арада 20-30 жыл өткесін түріктер күш жинап бәрін қайта бастайды. 7 ғасырдың 80 жылдарында шығыс түріктері Құтлұқтың бастауымен бірігіп, бұрынғы иеліктерін қайта жаулап алуға ұмтылды. Құтлұқ елтеріс қаған лауазымын, яғни халықтарды біріктіруші деген атқа ие болады. Оның ісін інісі Қапаған қаған және ұлдары Білген мен Күлтегін жалғастырды. Аз уақыт ішінде қуатты мемлекетке айналып, Қытай мен батыс түріктерді қайтадан бағындырады. Ал шығыс түрік қағанатының аты аңызға айналған билеушілері Күлтегін мен Білге жайлы басқа видеода айтатын боламыз. Осымен бүгінгі видео аяқталды. Егер де видео ұнаса, лайк басып каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Барлық дерек көздер төменде описаниеде болады.